Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде 6 сынып математика пәнінен 3-90 бойынша бажабы тапсырмаларын орындайтын боламыз. Екінші нұсқа. Бірінші есеп А-ның қандай мәнінде 3х минус 8 тең болады 1 және 5а минус x тең болады 22 теңдеулері мәндес болады дейді. Бірінші теңдеуден x-тің мәнін тауып алайық. 3х минус 8 тең болады 1-ге. 3х тең болады 1 қосылған 8 болады. 8-ді мына жаққа көшіреміз, плюс 8 болып барады. 3х тең болады 9 болады. Х тең болады 9-ды 3-ке бөлеміз. Себебі 3 мына жерде х-ге көбейтіліп тұр. Мына жаққа бөлу болып барады. 9-ды 3-ке бөлсек, х-іміз 3-ке тең екен. Келесі енді екінші теңдеу бізде 5а минус х тең болады 22. Осы жердегі х-тің орнына 3-ті қойып а-ны тауып аламыз. 5а минус 3 тең болады 22-ге. 5а тең болады 22-ге 3-ті қосамыз. Мына жақта минус 3, мына жаққа плюс 3 болып барады. 5а тең болады 25 болады екен. Ал а-ны табу үшін 25-ті 5-ке бөлеміз. Мына жерде көбейтіліп тұр 5 себебі а-ға. А тең болады 5-ке. Сонда 25-ті 5-ке бөлсек 5. Так, жауабы 5 екен. Келесі енді екінші теңдеуді шешіңіз делінген. 9,4 азайтылған 1,6 азайтылған 2y тең минус 11,8-ге. Так, мына жерде жақшаны ашып алайық. 9,4 азайтылған 1,6 қосылған 2y болады. Жақшаның алды минус болғандықтан ішіндегі таңбаларды өзгертеді. Тең минус 11,8-ге. 9,4 пен 1,6-ны біріктіреміз. Азайтамыз, я? 14-тен 6-ны азайтсақ, бізде 8 болады. Так, үтір қоямыз. Мына жерде 8 болып қалды. 9 4-ке біреуін беріп, 8-ден 1-ді азайтсақ, бізде 7 болады. 7,8 қосылған 2y тең минус 11,8-ге. 2y тең болады. Так, минус 11,8 азайтылған 7,8 болады. Мына жақта қосылып тұр, мына жаққа барғанда азайтылады. Ол 2y тең болады. Так, мына жерде бізде екеуі қосылады. 8-ге 8-ді қоссақ 16, бір ойда. Так, 11-ге 7-ні қоссақ бізде 18, ойдағы мен 19. Алдында минусы бар. Так, енді y табу үшін минус 19,6-ны бөлеміз 2-ге. Y тең болады, минус болады. Теріс сан мен оң санды бөлсек себебі. Так, 19-ның ішінде 2 бізде 9 рет бар. 9 бүтін. Так, 16-ның ішінде 2, 8 рет бар. 9,8-ге тең екен. Сонда жауабы минус 9,8-ге тең екен. Үшінші есеп теңдеуді шешіңіз делінген. Модульмен берілгендіктен екі жағдайды қарастырамыз. Себебі модульдің ішінде теріс санда, оң санда болуы мүмкін. Себебі модульдан бізде әрдайым оң сан шығады. Бірінші жағдайда қарапайым оң сан болсын. Так, жақшаны ашсақ 6х азайтылған 30, 6-ны 5-ке көбейтсек 30 болады, тең 144-ке. 6х тең болады 144-ке, қосамыз біз 30-ды. 6х тең болады 174 болады. Енді х табу үшін 174-ті 6-ға бөлеміз. Та х тең болады 17-ның ішінде 6 бізде 2 рет бар. Так, 12 5 болады. 5 54-ті 6-ға бөлсек 9 болады. 29-ға тең екен х-іміз. Так, келесі жағдайда енді модульдің ішінде теріс сан болсын, яғни x минус 5-тің өзі теріс болсын, тең 144-ке. Так, 6, бірінші жақшаны ашсақ минус х плюс 5 болады, мынау тең 144. Енді жақшаны ашайық. Минус 6х плюс 30 тең 144. Минус 6х тең болады 144-тен 30-ды азайтамыз. Так, минус 6х тең болады. Так, 114 болады, 114 болады. Енді х табу үшін 114-ті минус 6-ға бөлеміз. Х тең болады, теріс сан шығады бізде.
минус, так, 11-дің ішінде 6,1 рет бар. 1, так, 5 болады. 5, 54, 54-ті 6-ға бөлсек 9, минус 19 болады екен. Келесі 4-ші есепте теңдеу құру арқылы шығарыңыз дейді. Бір вазада екіншісіне қарағанда 3 есе көп кәмпит болды. Бірінші вазаға екіншісінен 12 кәмпит салынды. Екі вазадағы кәмпиттердің саны бірдей болды. Әр вазада неше кәмпит болды дейді. Так, 3 есе көпті. Біреуінде 3 есе көп, яғни 3х, ал біреуінде х. Бірінші вазаға екіншісінен 12 кәмпит салынды дейді. Яғни мынаған 12 кәмпит салынды, ал мынадан 12 кәмпит алынды. Сол кезде екі вазадағы кәмпиттердің саны бірдей болды дейді. Яғни теңесті деген сөз. Әр вазада неше кәмпит болды дейді. Так, ары қарай теңдеуді шығарамыз. Х-терді бір жаққа жинақтайық. 3х-тен х-ті азайтамыз. 12 мына жаққа плюс 12 болып барады. 3х-тен х-ті азайтсақ 2х тең болады 24 болады. Х табу үшін 24-ті 2-ке бөлеміз. Х тең бізде 12-ге болады. Енді так, екеу тең болғаннан кейінгі нені сұрап тұр ғой, онда мынаған қойып алайық біз. Х қосылған 12 теңдеуіне қойып алсақ болады. Х-тің орнына 12-ні қоямыз. 12 қосу 12. Сонда әр вазада 24 кәмпиттен болған екен. Сонда жауабы 24 болады екен.